Ауылдың әйелдері олар кешегі бүрмелі көйлек пен үкілі кәмшатты әдемі қыздар еді. Ал бүгінгі таңда сол ауылдағы үйдің отымен кіріп күлімен шығып жүрген абыройлы келіндері. Солардың бірі Күлпаран апай. Сол Күлпаран апайды бүгінгі бағдарламаға алып келеміз деп ауылға бараған едік. Біз дәл қазір Забия мешітіндеміз. Біздің кейіпкер осы жерде от жағушы болып жұмыс атқарады. Кеттік ендеше. Барып алып келейік. Күлпаран апай, сәлематсыз ба? Қалыңыз қалай? Қалайсыз? Дина болады есімім. Жұмыстасыз ба? Мен қазір енді мұнда уақытша жұмысқа келіп жүрмін. Көрейік, не істейсіз бұл жерде? Қараңғы екен. Ойбай, мұнан иісін-ай. Енді кәтел ғой, кәтеліне ғой. Көмір жағасыз ба, не істейсіз? Сізге кішкене көмегім болсын енді. Мен де ауылда отырған бұрын. От жағатынбыз. Мынау ауыр ғой, қалай көтеріп жүрсіз мұнан? Енді бұл біздің үйде Ой, бұл нормальный ет. негізі Ауыр емес. енді негізі сіз білесіз ба, әйел адамға 2-3 килограммнан артық көтеруге болмайды. Кез келген нәрсені. Енді ол қазір енді қоғамның несіне сай 2-3 килограммды үйде отыра берудің несі Жоқ, мына ағаш ауыр емес енді. Ағаш енді ауыр емес. Мұны мынаны көсеумен көсейміз. Көсеумен көсейсіз ба? Енді бұлай несі шығады, мен сендерге. Мынау кәдімгідей қайнап тұр ғой. Мына ішінде тұрған пеш, енді ол саған жай көмек болсын деп бұлай көрсетіп. енді қараңыз, бұл отты сіз мешітке жағып жатсыз ба? Мешітке жағып жатырмын. Мешіт жылиды осы отпен. Мешіт жылиды. Бұны күні 4 рет саламыз. Күнде 4 рет, е? 4 рет саламыз. Мынау таңертеңгі жағдайда, анау суық қалған жағдайда біз кесек көмір саламыз. Қан, берші. Бұлай міне, кесегінен алып, бұлай міне. Так, міне. Ой, бұл. Болды. Қанша уақытқа жетеді енді бұл? Бұл 6 сағат ұстайды. Көміріңіз қан, көрейікші, ауыр ма? Жылы күндері 12 сағат, әйтпесе бұлай 6 сағат. Ой, ой. Таңертең мынандай ас резервін жағамыз. Сала берейін ба, салмай ақ қой? Саласа бір болды. Я осы, міне жаға береді. Күнде осын жағасыз. Күнде осы. Таңертеңнен кешке дейін. Енді не ретінде хобби дейді ғой, әгер менің хоббиім тарихқаның ұсталып деген ұқсап, мен Сіздің хоббиіңіз керемет екен бар ғой? анда көмектесу үшін балам жұмысқа кеткенде. Менің хоббиім сіздікіне қарағанда әлдеқайда жеңілдеу сияқты ғой. Қазір сіздің жұмысыңыздан шықтық. Иә. Былайша айтқанда күнделікті. Қанша жыл болды осылай жұмыс істеп жүргеніңіз? Мен 1 жыл ғой. 1 жыл ма? Жаңадан. Балаңыз қайда жұмыс істейді? Балам Астанада. Жаңа көмектесіп жүрмін дегенге. Балам Астанада сменамен жұмысқа шығады, соның сменасының орнына көмектесемін. Үйде жай жатпай, әйтеуір Үйде тіршілік. жай жатпай, тірліктің қамы соған көмектесіп тұрамын. Әйел адам болғаннан кейін сол ғой, өздеріңіз көріп тұрғандай, тіршілігі бітпейді, бір тыным таппайды. Енді осы тіршілігіңізді қоя тұрайық та, бізбен бірге қалаға жүрміз. Сізді әдемілікпен таныстырайық. Жақсы. Настоящая леди қылып шығарамыз енді. Жақсы, барамыз. Бізге сеніңіз, жүрміз. Ал жарайды. Саламатсыз ба? Алып кетейік па сізді де қалаға? Бағдарламамыздың демеушісі Elika.kz сән дүкені. Дәл алдымда Аружан Тасымбек, дәл осы Elika.kz сән дүкенінің арт директоры. Аружан? Дина, қош келдің. Қалайсың? Біздің дүкенімізге жақсы, өзің қалайсың? Көп күттік сені. Аружан менімен бірге сән көрсетілімдеріне бірге шығып жүрген өзі әрі модель, әрі осындай сән әлемінде үлкен өзінің үлесін қосып жүрген маман деп айтуға болады. Жалпы сендерге үлкен жастағы кісілерге киімдер бар ма? Біздің сәнді дүкенімізде осы әртүрлі жастағы келіншектерге арналған киім үлгілері бар. Яғни бізде осы 42-ші размерден 56-ші размерге дейін осы дүкеніміздің сәнді дүкеніміздің атауының өзі тікелей осыған байланысты. Яғни осы дүкеннің
қалай айтсам болады, негізін қалаған кісілер осы анасы мен қызы болатын. Сол себепті бізде тек қана қыздарға ғана емес, осы Үлкен үлкен кісілерге де, кісілерге де, қыз келіншектерге де арналған сәнді әдемі киімдер бар. Ал бүгінгі кейіпкер арнайы келген еді. Қазір шақырып таныстырайын, ендеше қарап көр, өзің қандай киім ұсына аласың, қандай түстерді ұсына аласың, біліп қарайық, иә? Гүлпаран апай, келіңіз, қош келдіңіз. Қош көрдік, Барып қош алып болдық, сәлематсыздар ма? Келіңіз, ортамызға тұрыңыз. Танысыңыз, Аружан, Elika.kz сән дүкенінің бүгін арт директоры, сіздің демеушіңіз, біздің демеушіміз. Аружан, Гүлпаран ханым. Гүлпаран ханымның Айта берсем екі болады. баланың анасы, өз ауылында, Жалғызқұдық ауылының өте абыройлы келіні, өзім барып көзіммен көріп қайттым, иә, Гүлпаран? Иә. Жалпы тұрмыс тіршілігі енді қаладағыдай емес. Ауыл деңгейінде. Ауылға барып алып келдік. Сіз өзіңіз ашық түс киіп апсыз да бүгін? Өмірде де ашық түсті тойға, жиынға киіп бересіз бе? Мен өзім өмірде сол той қай жерде, қандай деңгейде өтеді, соған байланысты киінем. Міне жерде өз мамандығым бойынша негізі менде де бухгалтерия оқыған және товаровед мамандығы бойынша бітірген адаммын. Жалпы өзіңіз дайынсыз ба осы преображениемізға біздің? Өзгеруге дайынмын деп ойлаймын. Мен де енді бұлай осы қалпы түсе қалған жоқпын ғой. Жас болдым, сән қудым, киіндім, жүрдім. Қысқа кие аласыз ба? Енді қысқа, Соны сұрайын деп. аяғым түзу еді, қысқа кие алмаймын қазір. Неге? Оны айтуға болмайды. Қазір аяқты тамырлар өскен, возрастыға беріңіз, онда тұрған ештеңе. Возрастыға байланысты бұрын киетімін қандай киім. Дене бітімім де өзгерді, енді соны кішкене өзім жөндейін деп келгем ғой. Соны қалай болады екен деп кеңес алайын деп келдім. Ашық киімдер кие аласыз ба? Ашық киінбеймін, өте ашық киім. Қазір возрастыма күйеуім онда ештеңеге қарсы емес. Егер қарсы болса жібермес еді. Бірақ мен ашық кие алмаймын. Ашық киімдер менің возрастыма келмейді ғой. Эксперимент жасап көрейік енді. Эксперимент жасап. Аружан, енді сенім артам. Жаңа өзің айтқандай, анасы мен қызы ашқан мынандай үлкен дүкенде, енді мынандай кісіге бір әдемі, жарасымды киім табыларына сенем. Осы дүкенде негізінде өзім уже таңдап қойған болатынмын. Қазір көрейік. Бірнеше киімдер дайындап қойған. Келіңіз, былай тұрмыз. Қарадан бастап көрейік. Жүр осына неге кіріп киіп көріңіз. Гүлпаран апай, дайынсыз ба? Дайынмын. Шығыңыз келсін. Мынау уже кәдімгі гламурная ауылдың келіншегі болдыңыз. Жүріп көріңіз. Туфлиіңіз әдемі екен. Бірақ туфлиіңізға мына көйлек сәйкес келмейді. Келмейді. Мен де. Бір нәрсе жетпей тұр. Білмеймін, бұл көйлектің өзі осындай свободный стильда, яғни кішкене түзу тұрыңыз, асанғы ұстап. Бұл көйлектің өзі негізінде трапеция көйлек, кішкене жирный складка деймін, солардың барлығын скрывать ету үшін. Артық майларын жауаптырады дейсің ғой. Түсінем, айта берсін. Ұнады ма сізге? Әркім өз тілінше сөйлесін. Жоқ, сіз ренжімеңіз? Жоқ, негізі бұл көйлектің формасын айтып жатырмыз. Трапеция. Фигураңызға сәйкес келе ме, келмей ме? Төртбұрыш. Тағы қандай киім ұсынасыз? Береді. Тағыда мүмкін басқа киімді киіп көру керек. Көрек. Жақсыны көрмекке деп, бәрін көрсең де көрем. Бүгін сол үшін келіп отырмын ғой. Иә, сол үшін келіп отырмын, бірақ та белінелерді көре алмай. Могу предложить вот это. Оно, получается, идет как тройка, ішінде юбкасы бар. Кән алып көрсетші, Аружан, көрейік. Сіз костюм юбка киетін бедіңіз? Кидіңіз ба, жалпы қашан кидіңіз соң? Более строгий вариант, так скажем. Киіп көріңізші, көрейік қалай тұрады екен сізге. Шығыңыз. Мен офиске барама деп ойлап жатырмын. Қандай офис бар? Бұл более офисный вариант. Да, мен қазір офиске барсам мына киімді егер таңдар едім. Офиске бармағандықтан. Ойбай, офиске бармағалы қай жылдан
94-тен облыс көрмедім ғой. емес, бұл деловой стиль деп аталады. Костюмді шешіңізші, көрейікші қалай тұр ішіндегі. Әкеңіз маған берсін. Ішіңізден. Енді мен қара киім киіп келдім ғой алдында. Қайдан Бұнымен білейін сендердің ақ киім. бежевый белье кию. Білем. Сіздің бельоңыз қара көрін. Енді ол енді мен басында білген жоқпын ғой. Шешіп Қара көк киім. Оны болмайды ғой шешіп тағын. Мынау бірақ түсіп барады ғой салы бірақ. Соған киім дайындайды. Ол сендерді айтасыңдар. Сан ғой қазір, мода ғой, мода. Ондай модаға шығамын. Ол болған жоқ әлі. Ол слишком ертерек болу керек. Хан айналып. Айналып көріңіз былай. Көрдіңіз ба, сіз костюмді шешіп тастасаңыз да әдемі ақ болып тұр. Онда келесі образға Келесі бір көшейік. образды көрейікші. Сөйтейік. О, Бұл енді как раз басқаша бір әдемі бір келіншек болдыңыз. Марименіңізді сәл беліңіз мына жақта екен, е? Қалай өзіңізде? Белім жоқ мен. Сізде комплекс, қайдан шыққан комплекс? Беліңіз бар. Аяғымда Барлық не жеріңіз тамырларым шығып кеткен дейсіз. Тұра тұрыңыз. Асықпаңыз сіз. Әп-әдемі келіншексіз. Пысықсыз. Жүзіңіз жарқын, әп-әдемісіз. Кәне бір жүріңіз көрейік. Әне? Кішкене дерзкая қойып жүрсек. Күшті. өзіңізге қалай бұл образ ұнады ма? Жақсы. Гүлбаран тәте, рахмет сізге. Үлкен біздің осы elika.kz сәнді дүкеніміздің қонағы болғаныңызға өте қуаныштымыз. Рахмет үлкен. Осы біздің elika.kz сәнді дүкенімізден сізге сыйлық. Көп рахмет. Әрқашанда саудан күзет болсын, осындай дүкенде жарқырап, гүлдей әдемі болып жүре бер. Рахмет. Келесі келген кезде біз сізге обязательно жақсы скидкалар жасаймыз. Рахмет. Мен де сендердің клиенттерің болуға. Рахмет апай. Күлпаран апай, біз сізді қазір өзгерту үшін біз жаңа киім таңдадық. Енді сіздің толыққанды образыңызды өзгерткіміз келіп отыр. Яғни шашыңызды, бетіңізді, тырнағыңызды дайынсыз ба? Дайын. Бұрын шашыңызды бояп бедіңіз? Бояғам. Үй жағдайында. Тек үй жағдайында, я? Сондықтан да бүгін біз қолынан май таматын дейміз ба? Қолынан осы әдемілікті жасау келетін. Қолындағы бар өнерін қазір сіздің өзіңіздің жаңа келбетіңізге сәйкестендіріп беретін арнайы мамандар алып келіп отырмын. Соның бірі хейр стилист Кенжеханова Райхан апай. Райхан ханым, қалайсыз? Жақсы. Бұл біздің бүгінгі фэшн-тру бағдарламасының қонағы. Арнайы Жалғыз Құдық ауылынан келіп отыр. Келгенде біз барып алып келдік бұл кісіні. Бұл кісі жаңағы мектепке, ауылдағы және де мешітке көмірмен от жағады. Өзі енді хоббиім деп айтып отыр, екі баланың анасы, ауылдың ең құрметті келіні. Өзгергісі келеді. Біз сәйкестендіріп киім жағын жаңа таңдадық. Енді бізге шаш үлгісін өзгерту керек. Не кеңес бересіз? Так, мына жерге отырсаңыз, мен сізге Рахмет. кеңесін беремін. Бұл кісінің шашы өзі жай немен бояған. Күнделікті қолданатын краскамен, гарнир сондаймен бояған шығарсыз, иә? Сондай. Гарнир. Иә. Постоянно керек. Сондықтан мен бұл кісіні өзгерткім келіп жатыр. Өзім идеям бойынша өзім өзгерткім келіп жатыр. Қалай өзгертесіз? Қандай идея сізде? Мен полностью шашын мына жағын полностью осветление істеймін. И мына жағын постоянно бұл кісіде еще седина бар. Өзі кейін алдын ала кейін өзі үйде қолдана беретіндей мына сединасын боятындай мына жерге шөр мен амбре қылып істеймін. Ендеше біз бүгінгі кейіпкерді сіздің алтын қолдарыңызға тапсырайық. Кеттік. Біз қазір идея бьюти салонындамыз. Гүлбаран апай, алдыңызда отырған гүлім Иманхан. Иманхан. Танысыпсыз ғой? Бұл кісі тырнақ жасайтын, әрлейтін маман. Яғни осы кісінің қасына келіп отырғанымыздың себебін өзіңіз де түсініп отырған шығарсыз. Біз қазір сіздің қолдарыңызды көрейікші қолыңызды. Қолдарыңызды кеше көмір тасып қап-қара болып жүреді қолдарыңыз.
Енді осыны қазір әрлейміз. Маникюр жасаттыңыз ба бұрын? Жоқ. Бәрін айттым ғой, үй жағдайында жасатпаған. Жоқ, маникюрді үй жағдайында қалай жасап жүрсіз? Өзім лак жағымда жүре беремін маникюр жасатқан. Өміріңізде специалистқа келген емес. Менің бәрі нәрсем свежий деп айттым ғой. Ой. Ендеше кеттік маманың қолына Өзің тапсырайын. Қарап көрсін, маникюр жасатайық. Сізбен сөйлескім келіп отыр. Біздің бағдарламаға қатысуға өзіңіз жаздыңыз ба? Иә. Не деп жаздыңыз? Өзім де міне көктем келіп жатыр ғой, қазір қандай да бір әйел адам өзгергісі келеді. Енді өзгеру деген әртүрлі болады. Егер әйел адам өзгергісі келсе, іштей бір нәрсе қинап жүр деген сөз ол әйел адамда. Біз кез келген жағдайда өзгеріске ұшырағымыз келіп отырады да. Кейбіреулер мысалы мінезін, өмірін өзгерту үшін шашын бояп тастайды. Кейбіреулер өмірінде істемеген нәрсесін істеп көреді. Сіз де жаңа айтып жатырсыз, мен өмірімде маманға келіп маникюр жасатпағанмын. Тек үй жағдайында жасадым. Шашымды да үй жағдайында боядым. Ешқайда мен бұлай қатты дайындалған емеспін де, мен өміріме де болмаған, түсіме де кіріп шықпаған мынандай жағдай деп. Сонда сіз өмір бойы немен айналыстыңыз? Өзіңізге қарамасаңыз, тырнағыңызға, маманға бармасаңыз, ол үй жағдайында қатерлі емес пе? Ол қазір мысалы элементарно үй жағдайында қолын кішкене шұқытып алса, кәдімгідей үлкен кедергілер болады. Бір жара шығып жатады мысалы, бактерия түсіп жатады қолға мысалы. Онымен сіз отбасын асырап отырсыз, тамақ істейсіз, шай ішесіз, бала шағаңыз бар мысалы. Неге сіз или жағдай болмады ма? Не болды? Не кедергі болды? Мен былай түсіндірер едім. Оны қатерлі деп айтуға келмейді. Атам заманынан бері маникюр деген нәрсе болмады ғой бізде. Бұл енді заман өзгеріп 90-шы жылдардан бергі болып келе жатқан нәрсе. Мысалы, ауылдық жерде болғасан, сол жаңа өзіңіз айтып кеткендей, барлығы табиғи бізде, барлығы жеткілікті деп ойлаймын. Қолдың майын, сол қолдың несін керектеніп отырған. 2 сағат маникюрдың алдында отырғанша, 2 сағат енді ауылдық жерде май суың бүлініп кетеді ғой, сен 2 сағат маникюрдың алдында отырғанша. Енді әр сағат сайын саған ол жұмыстар өте қажет, ауылдың жұмысы ауыр болады, әрине. Балалық шағыңыз қайда өтті сіздің? Мен балалық шағым бағанада айттым, қоныс аударып келдім деп. Қай жақтан қоныс Ол аудардыңыз? Монголияда, таза ауада. Сол кезде Монголияда жақсы университет бітірген. Оқыдым, сендерді қылып жүрдім, көрдім нәрселерді. Енді қоныс аударып келдім деп айттым ғой. Күйеуіңіз де Монголиядан ба? Күйеуім де сол елдікі. О да бір жақсы мамандық бойынша тауысқан, келгеннен кейін сол әртүрлі жағдайлар болды ғой енді. Неге тілге байланысты дейсіздер ма? Қарап тұрсам шашыңызда бір кішкене бір дайындық бар сияқты. Райхан ханым, келіп қарап жібересіз бе? Мүмкін дайында болған шығар. Әлі дайын болған жоқ. Қосарыңыз бар ма? Бұл кісінің табиғи осы профессиональный костюммен боялмаған екен. Қоя беріңіз, жұмысын жасай Сухой болып беріңіз. кеткен да. Сіз жаңа Үстіне сәл жағу керек болып тұр маған. Гүлбарам ханым, сіз жаңа өзіңіз айттыңыз. Ең қиналған қатты сәтім Монголиядан Қазақстанға көшіп келген деп айтып қалдыңыз. Иә. Не кедергі болды? Неден қиналдыңыз? Қай кедергіні айтасың? Бір дипломыңды алып көшіп келдің. Келгенде ол жарамады. Бірінші тіл білмейді деп жатыр, екінші басқа елдің мамандықтары жақсы тармады-ау деймін. Не тіл білмейсіз, қазақша жап-жақсы сөйлеп тұрсыз? Орысша ғой, қазақша деп айтылғаны болмаса, барлық дүниелер орысша жүріп жатыр ғой қазір. Сондықтан сондай кедергі көп болды. Сол келгенде ақшаға байланысты да, ақша айырымы енді жер мен көктей деген сөз. Теңгенің айырбасы. Не Ол намысыңызға кезде тиді? он. Не жылатты сізді? Тіл үшін жыладыңыз. қазақша тілді сайрап тұрсам да, қазақша сөйлей алмайтын адамдар өзінің шолан шошырақ орыс тілімен адамды көп жылатты. Таза қазақтың тілін ұқпады. Ол мен тілін ұқпады, мен оның тілін ұқпадым. Мысалы, бір университет бітіріп тұрып, біреудің елінде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол деп келгенде, біреудің елінде тұрып, жақсы шаруа істеп тұрып, міне, бағана өзім кеткенде айтып қалдым сендерге, мен табара беттім деп. Мысалы, мынадай киім-кешектің
сол сән салонындағы киім кешектердің тігісін анамнан тексеретін кісімін. Сол жұмыспен 10 неше жыл жұмыс істеп келген адам. Бухгалтерияны қосып оқыдым. Келгенде тіл білмегендіктен ешқандай ауылдың жұмысына алынбадық. Келген бір жер келдік, енді сол жерден ары көшіп кете алмадық. Сол жерде қалып қойдық. Сол жерде қалып қойдық. Жалғыз құдықта. Жалғыз құдықта қалдық. Сол қалды. Ақша төлей ма сіз сөйтіп көмір жағып жүргеніңізде? Айтуға да келмейтін болу керек. Неге айта Садақа беріңіз? ретіндегі ақша ғой, көп ақша болмайды. Қанша береді? Бір от жаққаныңызда қанша аласыз? Енді кедейліктің төменгі мөлшерінен сәл-пәл деп айтуға болады. Неге өзіңізді кедеймін деп санайсыз ба? Жоқ, мен ақшаның деңгейін айтып отырмын. Қанша енді айтсаңызшы, қанша Енді аласыз? кедейліктің төменгі мөлшері қандай? Әркім білуге тиісті. 21 мың маңында ғой, иә? Айын аласыз. Айына емес, сәл-пәл содан жоғарырақ алады. 30 мыңға жуық аласыз. Иә. 30 мыңға, значит, айына 20 мыңнан 30 мыңға дейінгі алатын аралықта кедейліктің алатын зарплатасы деп ойлайсыз. Ойла. Ол енді үкімет көлемінде айтылып жатыр ғой. Солай ойламаймын. Солай айтылып тұр ғой, 21 мың теңге ғой. Қазіргі. Ол сіз үшін жалақы ғой, енді мешіт береді сізге, Жалақы енді күнкөріс деңгейінің төменгі мөлшері дегенде ауылда сол не болады деп ойлаймыз. Алланың берген несі ғой деп кәсіп қылып отырмыз. Жолдасым жұмыс істейді. Қайда жұмыс істейді жолдасыңыз? Модульдар алып. Айта беріңіз, сонда тұрған. Модульда жұмыс істейді. Кім болып істейді? Оператор болып істейді. Ол кісі қанша табыс табады сыр болмаса? Ол да 45 мың. Екеуіңіздің зарплатаңызды қосқанда 60 мың, 90 мыңға барады. Иә. Неше жасыңызда күйеуге шықтыңыз? 20 жасында. Күйеуіңіз қай жылы? Күйеуім 68. 68, иә? Неше жас аралығыңыз екеуіңізді? 4 жас. 21 жасыңызда шықтыңыз, иә? Бірінші күйеуіңіз ба? Иә, бізде екінші күйеу деген болмайды. Мен екінші некені осы жаққа келіп естіп отырмын. Шының қуғанда біз Монголияда онда екінші неке дегенді естігеніміз де жоқ, көргеніміз де жоқ. Бір үлкен кісі болған. Сол кісі 2 әйел бар деп еститінбіз, екеуімен бірге тұрады деп. Енді осы Қазақстанға келіп, екінші неке, үшінші неке көбейіп кетті ғой, білмедім. Негізі әйелді 4 әйелге дейін алуға болады деп айтады. Жағдайына байланысты шығар. Күйеуіңіз екінші әйел аламын жастау десе, сен тырнағыңа қарамайсың, бетіңе қарамайсың, шашыңды істемейсің. Мен Қазақстанға келдім, мұн жақта әдемі қыздар көп екен. Екінші әйел алам десе, не істейсіз? Рұқсатымды берем. Қарсы емессіз бе? Неге қарсы болайын? Енді жап-жаңа ғана өзіңіз айттыңыз ғой. Мен екінші әйел дегенді естімегенмін. Естімеген, енді көргісі келсе адамдар алғысы келіп тұрса алар, бірақ та ода ондай ой жоқ деп ойлаймын. Қайдан білесіз? Сенімдісіз ба Жүзбай? Сенімді айта аламын. Өйткені отбасын асырап отқан сіз сияқтысыз. Жоқ, неге олай айтуға келмейді. Әйел адам қанша жақсы болып, қанша жақсы табыс тауып тұрса да, ер адамнан төмен болу керек. Қай жағынан? Бәр жағынан да отбасын асырайтын ер адам, оны жақсы білеміз. Солардың арқасында жүріп жаққанымыз, қазір 2-3 малымыз бар деген сықылды ауылда. Сол жаман емес, үйреніп қалдық. Бұрын мал ұстап көрмеген адам малға да үйрендік. Бұрын Монголияда мал ұстамаған. Жоқ. Сиыр салмағансыз. Жоқ. Осы Қазақстанға келіп мал ұстап, сиыр сауып. Даланың қазағын қып кеттік қой. Қаланың қазағынан даланың қазағын ауыстым дейші. Елге келіп, даланың қазағы болдыңыз. Иә. Біз таза ер мінезді әйелден бүгін Солай деуге болады. қыз мінезді әйел жасайын деп отыр екенбіз. Солай деуге болады. Жас кезінде де өзі отбасымда көп балалы отбасы болды. Таршылық болды ма? Жоқ, жақсы отбасынан деп айта аламын. Бірақ та қыз балалар көп болды. Әкемнің шаруашылығы да. Соған енді көмектесуге бәріміз үлкендеріміз қыз бала болдық та. Соң көмектесуге біреуіміз шығу керек болды. Мен сол әкеммен бірге шофер болып. Шофер де болып жұмыс істедіңіз? Шофер болып әкемнің жас бала кезім ғой енді. Әкеммен көп еріп жүрдім. Әкеңіз тірі ме? Қайтты өмірден. Өмірден кетті. Анам да өмірден қайтты. Анаңыз да қайтып кетті ме? Қанша жасыңызда кетті?
Біз жас қалдық. Неше жасыңызда қалдыңыз? Мен сол жаңа тұрмысқа шыққан жасым еді. Есіңізге түсіп жатыр ма? Қазір 21-22 жасында. 21-22 жасыңызда. Күйеуге 21 жасыңыз. Жаңа шыққан Қатты қиналған сияқтысыз. болды. Сол әкеме көмектесіп, ұл бала болмағаннан кейін ұл баланың шаруасын Неден қайтыс болды әке жүрдім. шешеңіз? Аурудан, Не болған? салмақтан. Немен ауырды? Мен өзімде ерте сол 21 жасымда анадан айырылдым. Анамен сіңліммен. Өте жақсы түсініп тұрмын сіздің жағдайыңызды. Білгім келіп отырғаны неден қайтты? Сіз үйдің нешінші баласы, көп балалы болдық дедіңіз. Ол балаларды кім асырады? Мен үйдің үлкені болдым. Өзім тұрмыста болдым. Қыздар жан жаққа оқуға кетті. Жоғарғы оқу орындарын жақсы бітірді. Біздің үйдің балалары барлығы жоғарғы оқу орнын бітірген. Сол Монғолия мемлекетінде жақсы жерде қызмет істейді. Үйде 2 ері ғана бала қалды. Анамыз қайтқан кейін одан кішкене 13 жасында қалды. Бәрібір ананың аты ана, қыздың аты қыз. Сіз қазір өзіңіз ана болып отырсаңыз да, ата-анаңызды есіңізге түсірген кезде көзіңізге жас келді. Өзіңіз де анасыз қазір. Бір өкініштер, сағыныштар болған шығар. Болды, ол кезде. Неге өкіндіңіз? Мысалы, менде болды. Мен неге анам тірі кезінде сізді сағындым деп бір ауыз айтамадым деп, мысалы, мен өзімді қинайтын кездер болды. Менде Неге ондай мен сізді жақсы көрем деп айтатын кезде, мысалы, Менде ондай өмірінде тірі кезінде мен бір ретте бетін айтпаппын. Мен сізді жақсы көрем деп айтпағам. Айтып үлгірмеген. Менде ондай үй болған жоқ. Менің әкем, балалардың ішінде әкем де анам да мені сондай жақсы көріп еді. Қайтар кезінде ол кісілер мені жақсы көрмей қалды. Неге? Жақсы көретін баласын сондай алыстатады дейді адамдар. Қалай алыстатады? Кішкене жақсы көрмей, суды деген сөз ғой өздеріне. Күйеуге шыққаннан кейін ба? Жоқ, тым қатты жақсы көргендіктен ол кісілер мені. Сол баласының ішінде бәрін. Неден алыстатты сонда? Енді жолдасыңа бар, менің жанымда отырма, басқалары қарайды деген болды. Сіз үйге қайтып келіп бедіңіз күйеуден? Қайтып келген жоқпын. Енді бір ауданда тұратын болғандықтан кешке хабарласып, енді қатты ауырып жатқан кісінің жанында отырайын, шай суанын берейін дегенде ол кісілер маған бергізбейтін. Сондықтан сол кезде кішкене реніш болды. Ол кезде реніш болды, нетті сол. Неге мені кіргізген жоқ? Соңғы уақыттарда қасында бола алмадым. Жоқ, ол кезде маған түсіндіріп, шешеміздің, әкемізде жанында отырып қайттық, ол кезде болды бәрі. Ағайын туыс, ата енем, бәрі. Шешемнің апасы бар еді, ол түсіндіріп айтты, ол сені өте жақсы көруші еді, көрмесін деп жатыр. Көрген жоқсыз? Анамда мені бүгін қою берді, бүгін ертең сен ертең кел деп. Анам сол күні түнде айтты. Енді қарап тұрсам, сіздің жағдайыңызда соңғы қайтыс болған күні ғана көрмегенсіз, қалған күннің бәрін көрдіңіз. Мен бірге болдым. Менің жағдайымда мен туған анамды 1 жыл бойы сіңлім екеуін бірдей көрген жоқпын. Қайтыс болған кезінде де көрген жоқпын. Жерлеп қойған басына 1 жылдан кейін бірақ барғам. Себеп мен білген жоқпын. Маған айтқан жоқ. Оқуда жүрдің бе? Оқуда. Мен білген жоқ. Сондықтан мен сізден сұрап отқаным, неге сіз өкініп отырсыз деп сұрап отқаным, сіз қасында болдыңыз ба деп сұрап отқаным сол. Неге өкініш, неге реніш болды? Бұл адам өкінбек деген жоқ қой, жанында бұл аузына сусын тамызып отырғандардың өзі өкінді. Қазір әр нәрсе әртүрлі өкініш. Дегенмен өкінбеңіз, барлық қазір өтті. Өзіңіз анасыз, бала асырап отырсыз. Шүкір күйеуіңіз қасыңызда, отбасыңыз өзіңіздің қолыңызда, қасыңызда, қойныңызда, былайша айтқанда. Сондықтан да енді бүгін біздің бағдарлама арнайы сіз сияқты келіншектерді әдемі жағынан көрсетіп, олардың ішкі жан дүниесін әдемілетіп, содан бөлек осылай сыртқы келбетіне де мән беріңіз, олармен сырласу, тілдесу, олардың ішкі жан дүниесін түсіну және олардың көңіліндегідей қылып біз жаңағыдай
әдемі қылып қолымыздан келгенше морально психологически әйтеуір біз енді психолог маман емеспіз, дегенмен де әйелді қызды тек әйел ғана түсінеді. Сондықтан біз енді қазір маникюріміз аяқталып жатыр, өзіңіз көріп отқандай. Мына жатыр, қолымыз ауырып жатқан жоқ па? Енді қазір түс таңдаймыз. Бүгін сіз бізден тек әдемі, нәзік, ауылдың әдемі келіншегі болып шығасыз. Рахмет. Сіздің шашыңызды өзгерттік. Әлі өзіңіз көрмеген шығарсыз? Иә. Енді қазір біз сізге көрсеткіміз келіп отқан жоқ, алдымен бетіңізді әрлегіміз келіп отыр. Бізге бүгін қазір қатарымызға осы Идея Бьюти салонының бет әрлеуші маманы Балнұр Базарбаева қосылып отыр. Енді өзіңіздің қолыңызға тапсырайық. Сіз дегенмен де мамансыз. Ары қарай көріңіз. Кеттік ендеше күтейік. Күлпаран апай, өзіңізді көруге дайынсыз ба? Дайынмын. Толық. Кеттік ендеше. Айнаға қарай. Айнаға Ал, бісміллә. 1, 2, 3. Қане? Жақындап қараңыз. Келіңіз. Қалай? Эмоцияңызды таппай атырық сіздің. Шашым жарасып кетті ғой. Қалай шашыңыз қалай? Әдемі. Қараңызшы, сіздің шашыңыз бізге келгенде үй жағдайында боялған өңіп кеткен шаш етін. Ал қазір әп-әдемі, міне современная, заманға сай, әдемі боялған. Түр әлпетіңіз қандай әдемі? Қараңызшы, айнаға. Киіміңіз қандай әдемі? Кәне жүріп айналып өзіңіз тоймай отырсыз ғой деймі? Ұнады ма сізге? Мамандандырылған мамандарға рахмет. Қыздар үлкен рахмет сіздерге. Рахмет осы салонның барлық қыздарына, көмектескен мына балаларға Киім берген бүгінгі біздің салонның қызына, Элика салонына, олардың киім салонына, енді барлық адамдарға көптен көп алғысымды білдіремін. Рахмет. 8 март мерекесі таяқ қалды. Одан өзіміздің жаңа жылымыз Наурыз, қыздар осы көктем мерекесі келе жатыр. Гүлдей жайнап, жарқырап жүре берулеріңе тілектеспін. Бір қуанып секіріңізші, көрейік. Қуанғанымды білдірейін. Секіріп, «Уу!» деп қуанбайсыз ба? Рахмет. Қуанғаннан айтарым білмей қалдым ғой. Енді бұлай қарай жүріңіз, кәне, басыңызды көтеріп, иығыңызды көтеріп. Қалай сізге? Келіңіз енді бізге. Қандай күштісіз, кереметсіз. Рахмет сізге келіп қатысқан. Ал біздің құрметті көрермендеріміз, барлық қыз келіншектерде осындай мүмкіндік бар. Яғни біз кез келген қарапайым қызды мінеки осындай ханшайымға айналдыра аламыз. Келесі кездескенше аман болыңыз.